Кітап аманат жобасы аясында Бәйтерек ауданының Переметный ауылында кітап орталығы оқырманға есігін айқара ашты. Қазыналы орталықтың ашылу рәсіміне аудан басшылығы, еңбек ардагерлері, қаламгерлер мен саяси ұйым мүшелері қатысып, жастарды көбірек кітап оқуға шақырды. Мемлекет басшысы Түркістанда өткен ұлттық құрылтайда өскелең ұрпақтың тәрбиесі мен біліміне, ұлттық мүддеге сай келетін кітаптар басып шығаруға ерекше назар аударды. Бұл идеологиялық жұмыстың басты бағыттарының бірі екенін атап өтті. Кітап аманат дүкендерінде отандық авторлар мен баспагерлердің қатысуымен түрлі іс-шаралар, жаңа кітаптардың тұсаукесері мен талқылаулар өтеді. Жоба еліміздегі қазіргі заман авторларының шығармаларын ғана емес, жалпы отандық әдебиетімізді ілгерілетуді көздейді. Дүкендегі кітаптар делдалсыз, яғни баспахана бағасымен сатылады. Ел президентінің қолдауы қоғамға оң әсерін тигізеді дейді іс-шара қатысушылары. Молодежь — это наше с вами будущее. Жастар біздің болашағымыз, келешегіміздің кепілі. Жаңа орталықтың ішін аралап шықтым. Түрлі бағытты қамтыған мол қор бар. Балалар әдебиеті, көркем әдебиет, талантты танымал қаламгерлердің мұралары мол. Арасында өзімнің де кітабымды көріп қуандым. Бұл елдің ертең үшін атқарылған еңбек деп білем. Іс-шара барысында кітап құндылығы турасында түрлі пікірлер ортаға салынды. Аға буын өкілдері орталықтың қоғам үшін маңызын баяндады. Ел бойынша елді мекендердегі екінші нысанды ашуға Переметныйдың таңдалуы да тегін емес. Біріншіден, бұл аудан шекаралас аймақ. Негізгі мақсатымыз қазақ әдебиетінің жаңа туындыларын қолжетімді болып отыр. Алғашқы бүгін кітабымыз осы ауданда ашылып жатыр. Маңызы зор шарада жас мамандар ақын жазушылар шығармасынан үзінділер оқып, көпшілікке керемет әсер сыйлады. Рухани орталық елімізді кітап оқитын мемлекетке айналдыруға бастайтын басты қадам дейді партия хатшысы. Қоғамымызды руханиятқа жақындату, кітап оқу мәдениетін әрі қарай дамыту, елімізді кітап оқитын ұлтқа айналдыру. Сондықтан партиялық 17 жобаның бұл бір үлкен идеологиялық бағыттағы жобасының бірі, халықтық партия ретінде халыққа жүрегіне жақын. Жалпы аманат партиясының 2023-2027 жылдарға арналған халықпен бірге сайлауалды бағдарламасы аясында жыл сайын 300-ге жуық мәдениет нысанын салу және жаңғырту көзделген. Ернұр Кінәма, Рүстем Исжанов, Алихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.